Ағаштан түйін түйіп алтын күміске байлаған, зергер етік тігіп тас қашаған, өнерімен өрге жүзген бесаспап шеберлер жерімізде әр дәуірде-ақ болған. Солардың бірі 10 саусағынан өнер тамған ағаш шебері Айдос Мұратов. Ол 1881 жылы Шалқар ауданының Елтай ауылдық советінде кедей шаруа отбасында туған. Айдос жастайынан еңбекке араласып, қол өнерісімен айналысты. Бұл өнер оған әкесі Мұраттан дарыды. Әкесі Қабақ руының, оның ішінде Алыбай тайпасына аты шыққан ұста. Тас қашап қыс айларында қыстайтын өзіне алғашқы жер үй салған адам екен. Мешіттер, күмбезді мазарлар тұрғызған. Соның бірі Аяққұмдағы Қошқарата тұзындағы Асан Ишанның мазары. Ал баласы болса, Айдос жас кезінде қайбір затты болмасын өзі жасап шығара беретін. Кейін ағашқа, сүйекке, тағы басқа заттарға әртүрлі ою-өрнектер салып, жасаған бұйымдары сандық, кебеже, алтыбақан, сықырлауық есік, тағы да басқа көптеген бұйымдар Шалқар өңіріндегі тұрғындардың көпшілігінің жеке мүліктеріне айналды. Ол Арал теңіз жағалауындағы Құланды деген жерден жұмсақ тас тауып, қайтыс болған адамдардың басына ескерткіш қылып тастар тұрғызып, белгі қалдырған. 1921 жылы еліне қыдырыстап келген атақты күйші Қазанғап Тілепбергенұлын көріп, қонақ етіп, оған арнап домбыра жасап берген дегенде әңгіме айтылады. Айдос Мұратов қазақтың ұлттық ою-өрнегін, түр нақыштарын жете біліп, орынды қолдана білді. Барлық аспаптарды өзі қолдан жасады. Ол жасаған бұйымдарға салынған ою-өрнек бірін-бірі қайталамай, әрқашан симметриялық тұтастық сақталып отырды. Қолданатын жеріне қарай таңдалынып алынғаны, көркемдік, сәндік мәнерде байыта түскені көруші көзді баурап алады. Заттың бетіне түскен әшекейлі ою-өрнек, өсімдік тектес көп шиырлы өрнектер, кей тұста гүл шоқтары мен қауашағына ұқсайды. Қошқар мүйіз, шаршы оюлары да жиі ұшырасып отырады. Халық шеберінің жоғары дәрежеге жеткізген өрнектеген ағаш оюын музей қорындағы асадалы, сықырлауық есігі мен сандықтарынан көруге болады. Көзге айшықты көріну үшін қызыл, сары, көк, жасыл түстерге боялған. Көпшіліктің талғамын таба білген шебердің атағы туған жерде, жырақ жатқан жерлерге де белгілі болды. 1945 жылы оны Қазақ ССР министрлер советі жанындағы архитектура істері жөніндегі мемлекеттік комитет шақырды. Мұнда ол алғашқы қазақ совет архитекторы Төлеу Бәсеновтің басшылығымен мәдениет орындарына қазақтың түрлі ұлттық ою-өрнегін салу жөніндегі үлгі көрсету шебері болып жұмыс істеді. Бұл жылдары Абай атындағы академиялық опера және балет театрын безендіру жұмыстарына да қатысады. 1945 жылы Қазақ ССР-ның 25 жылдығына байланысты қазақтың қол өнерін дамытудағы еңбегі үшін құрмет белгісі орденімен наградталады. Белгілі шебер 1970 жылы қазан айының 13-інде дүние салды. Екі ғасырдың куәсі болған айтулы шебер Айдос Мұратовтың жасаған көптеген бұйымдары облысқа кең тарап, облыстық тарихи-өлкетану музейінің де сәнді әрі құнды экспонаттарының қатарынан берік орын алды. Халқымыздың кең тараған дәстүрі бойынша ұзатылған қыздың жасауына беру, қалап алу, сыйға тарту арқылы белгілі шебер Айдос Мұратовтың жасаған бұйымдары халыққа кең танымал болды.